неге жалпы орыс тілінде көбірек сөйлейсіз? Жоқ, менің бүкіл баяндамаларымызды қарасақ, 90% қазақша сөйлейді. Кейбір тақырыптар, мысалға, Алматы тұрғындарына байланысты тағы да осы көбінесе орысша сөйлейтіндер болса, сонда мен онда орысша сөйлеймін. Мысалға, банктер туралы айтсам, бұл жерде банкте жұмыс істеген адамдардың көбісі орысша сөйлейді. Банктың былай ішінара өзінің сөйлеу тілінің өзі орыс тілі. Ол қабылданған өзі банктер алғашында. Банктер мысалға біздің жұмыс топтарында келген кезде де олар орысша сөйлейді. Олар түсінсін деп әдейі оларға нақты орысша айтқан. Себебі оны қазақшалап айтсаң, біздің халқымыз барлығы түсінеді. Бірақ нақты мен өзіне шағымданып жатқан немесе критика жасап жатқан мекемелер немесе ұйымдар олар түсінбей қалуы мүмкін. Сол себептен өзімнің ойым дұрыс жетсін деп оны орысша айтамын. Бірақ сіз қателесесіз, менің баяндамаларым 90%